сіздерге сәттілік тілеймін. Ешқайсыңыз өз білімдеріңді еркін ойларыңызды айтып, білімдеріңізді көрсетуге шақырамын. Мен сөйлесем, осы заттарды қойса, кімде қандай ой пайда болады? Tamam, дастархан? Осы жерге егер мен глобусты қойсам, ол жерге қояйын? Жетілер. Аға, жетілер. Жасадық па кетті? Не тұрады бұл мүмкін? Дүниесін бөліп алу. Неге олай қорытынды жасаймыз? Әлі, немесе дүниесін несі тұр? Енді тамақ. Жақсы. Что? Әлемдік бұтамау жүйесі қалай қалыптасты? Сонымен әлемдік бұтамау жүйесі қалай қалыптасты? Есіңізде бар ма? Жалпы әлемді бөліп алу, немесе жаңа бір материктерді ашу деген қай уақыттан басталған, иә? Мен бойынша Кристофер Колумбтың саяхаты, яғни ол кезде көптеген Американы аштымыз, бірақ ол Американы ашқандығы жайлы білмеді. Бірге сұрақтарын жауап берейік. Европалық отаршылық экспансияның шығысын дәстүрлі қоғамдарына қалай сипаттау керек? Европа мемлекеттері қандай мемлекеттер шығады? Айта ғой, Европа мемлекеттері, Испания, Франция, Италия, енді қараңдар, осы Европалық отаршылық деген, қалай сөйледі? Отаршылық деген не болды? Экспансия деген сөзді білесіз ба? Экспансия. Шуақтай келесіз ба бізге? Сол отарлардағы жаңағы отар мемлекеттер не келді? Қытайды өз отарына айналдыратын болса, отар дегенімізге не келді? Немесе отар дегеніміз қандай мемлекет? Сол отарлық мемлекетке. Алайықтарымыз сол шығыста керемет дәстүрлі форма. Яғни мемлекеттің билікте кім отырады? Олардың билігі егер шексіз болса, мен не деп айтамын? Мен соны өзгерткен екен. Ал енді келесі осы экспансияның салдарынан дедік, 19 ғасырда әлемнің картасы өзгерді. Яғни сол алпауыт мемлекеттер, Европа мемлекеттері. Бірінші суретте нені көріп тұрмыз? Кемелер. Аха. Қай мемлекеттер бастады? Испания және Чехия неше саяхат өттік? 8 саяхат деген. Ол үшін бүгінгі тақырып жазып алайық. Бәріміз бүгінгі күнді қоямыз. Мемлекеттің аумақтық, географиялық немесе саяси ықпал ету аймағының кеңейтуі не деп атадық? Қазақтың бір тұлғаларын білесіздер ме? Осы тапсырмалардағы құндылығымыз не үшін? Патриотизм, яғни отаншылдық деген құндылықты қамтиды ма? Ойлар, топтас, бөліс әдісі. Ол үшін біз мәтінмен жұмыс істейміз. Сіздерге әскери одақтардың пайда болу туралы ма? Жарайды. Яғни ол бірінші. Біздің бұл оқушыларымыз әртүрлі мемлекеттерден келді. Қалғандарын жұмыс істей береміз. Мәтінмен. In my next step was to seize the қамытсыздарма. Мен Англиядан келген қонақ болатынмын. Осыны айтқым келгені Еуропалықтың Англияның басты қадамы басқа Еуропалық елдерінің отарларын басып алып, өзара отаршылдыққа бағындыру мақсатында жаңа шығыс елдерінің ашылуы болды. West Africa and 100,000 win and 100,000 құрметті қонақтар, мен Германиядан келген қонақпын. Мен сіздерге бұл жерде айтқым келгені 1884 жыл мен житиматимату Нихон ва чудоку ни шикенити сарайда шугун Жапониядан келген қонақпын. Менің айтарым 1894 жылы Жапония Қытайға қарсы соғыс ашты. Россия предупредила Германию, что не позволит ей уничтожить Францию. Сердце России свое неодобренное. Ребен цифу питан. Эльвасы и ице любали душали нянцан. Джунго чигонде чан ран недолго сегіз yılında ikinci bir gelім Osmanlı Sultanымен görüşті. Мен деп мемлекеттен келген қонақ боламын.
бұл жерде айтайын деп отқан менің пікірім, яғни 1898 жылы екінші Бельгия түрік сұлтанымен кездесті. Және әрекеттері күшейе түсті. Бұл экономикалық дамудың 1882 жылы ағылшын әскерлері Александрияны зеңбірекпен бұл бағанағыдей айтқандай, бұл Африканың басқа шет елдердің отар мемлекетке айналуы туралы айтылады. Және де бұл басты проблема болады 19 ғасырдың 80-90 жылдары. Конго өзенінің көп бөлігі Бельгияда болды. Келмек, болса, бірақ екінші көрейік. Болған. Яғни, ол мемлекет одарға айналып тұрса, тәуелсіздігі бар ма? Жоқ, келесі. Қайраткерлері болды. Мысалы, қанша адамдар өмір сүрген сол мемлекеті үшін жаны қиятын, материалдарын алынды, бірақ ішінде біздің өткен тағатаршылар тұлғалар өткен мемлекеттер бар. Ал тыңдаңыз, 1898 жылы реформаторлар қозғалысын басқарған. Реформатор. Конституциялық монархияны жақтаушысы, оның идеялары императордың өзі, ойсүйіп қолданған. Император қозғалысының негізін қалады. Шэньжи отбасынан шыққан. Шэньжи деген не еді? Білімді дегенді білдіреді. Мәнденері себебі оны біз темір канцлер деп атаймыз. Села, екеуі тапсырыстарда болатын еді, уақыттың. Король заһармен шақырған жыл 1643. Белгілі ме? Мысалы, мен мақсам дегенде ойлап қалсам, деген ғой енді, мен не қиын болды. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Біз бұл сабақта өте көптеген мәліметтерді білдік, басқа елдер жайлы білдік. Жақсы, екінші шарттар. Көп рахмет, алған сияқты бір ерсіндеу қозғалу керек еді. Жақсы, балдар шыға берсеңіздер болады.